Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін бізде шілденің бірінші күні. Қазір Ақтөбе қаласы бойынша Яндекс таксиге қызметіне шығатын боламыз. 1 сағаттай жүретін боламыз. Қазір сағат 3-тен 3:30 болды, 3:26 болды. Қала бойынша коэффициент 100-ден 600 теңгеге дейін. Ондай қатты пробка емес екен. Пробка ондай қатты емес. Мына жерден қазір шығатын боламыз. Мына жерден айта кететін жағдай, міне мақсаттар 11.000 теңге тұр. Мақсат 25 маусым мен 1 шілде аралығында 11.000 теңге. Егер 44 тапсырыс орындасам, 46 тапсырыс орындасам, 2 тапсырыс орындап қойғанмын. Яғни 46 тапсырыс орындау керекпін. Бірақ оны мен істей алмаймын. Мақсат, егер де 3 тапсырыстың ішінен тапсырыс орындайтын болсам, 300 теңге көріңіздер. Сол күндеріңіз сәтті өтсін. Желдегі жігіттер, сіздерге ақ жол. Очки кимесек болмайды. Очки киіп алу керек. Кеттік. Алғашқы тапсырыс түсті. 312-ші атқыштар дивизиясынан. Кеттік алғашқы тапсырысқа. Баруға дейін қанша шақырым? Мынау автовокзалдың остановкасы. Мына жерде Сапар деген автовокзал бар. Соны остановкасынан алып кетеміз адамды. Баруға дейін Мұқағали Мақадаев көшесі. Бұл бізде Мәскеу шағын ауданы шығар. Дәл солай 3,5 шақырым. 3-те 9 шақырым, яғни 4 шақырым. 9 минут. Кеттік. Алғашқы тапсырысты аяқтадық. 730 теңгеге шықты. Енді келесі тапсырысқа бара жатырмыз. Ол үшін біз неге шығамыз екен? Болгарка тас жолына қарай шығамыз екен. Айтпақшы, соңғы жаңалықтар, қала бойынша жаңалықтар 1 шілдеден бастап, осы бүгіннен бастап, қала бойынша газ бағасы жалпы қала бойынша 59 теңге. Аудандарда қанша теңге екенін білмеймін. Ошын 5 теңгеге көтеріп жатыр. Сосын жаңалықтардан айтып жатыр, темекінің бағасын, арақтың бағасын көтереміз деп. Ол да дұрыс шығар мүмкін. Мыналардың бәрін жіберейік, сосын барып арғайы бұрылатын бет разворот жасау керек болып бізде. Машинада тоқ бітті, ана жерге кіріп кетсем жіберем екен. Жіберем. Души. Жіберем бет. Ол жақын жіберек. Ай, сауыш. Так. Рахметімді айтып жіберейік. Енді осы разворот жасап, қайттан ана трассаға шығамыз просто. Жаңа ғана кішігірім конфликт болды. Короче, мен правый полосадан оң қарай шығып кетемін ғой, бірақ уступательныйда шығамын. Короче, мынау левыйдан ештеңе етті, оң қарай шығып кетеді ғой. Короче, енді мен айтамын, оған түсіндіріп айтамын. Аға, ол дұрыс емес сенікі. Короче, егер сен правый шығатын болсаң, самый крайне правыйда шығасың, сосын оң қарай шығып кетесің десем, жоқ, менікі дұрыс деп қоймайды ғой, бля. Ё-май, бүкіл нені бұзды, настроение. Ё-май. Жігіттер былай рульге отырарда, былай ПДД-ні кішкене оқыңдаршы. Тем более біздің ақтөбеліктер вообще кольцойдан кіріп шығуды білмейді, мүлдем білмейді бар ғой. Сосын рульге отырарда кішігірім болсын, базовый знанияны болсын білген дұрыс деп ойлаймын мен өзім ойымша. Тем более кольцовойдан. Сіз главное болыңыз, болмаңыз, уступительный шығыңыз, шықпаңыз, бірақ просто жаңағыдай біреудің обалына қаласыз да. Сіз ішке немен кетсіз ба, кольцомен кетсіз ба, іш жағымен. Сіз, значит, ішпен бұрылып разворот жасап кету керексіз. А егер прям шыққыңыз келсе, крайне правый полоса, 2 полоса ғой, и так бізде басқа 3 полоса болса вообще күнде не болады шығар, авария болады шығар. Туелесіп жақ, если что жақ қояды, мен айтамын ғой, аға құрсын, туелесіп не керек, кішкентай бір түйіп, бір не істеп. Жаңа өтіп баратым, короче, қатты сигнал басты. Мен кішкене тормозды красный басылды, короче, тормозды кішкене жанды, соған өтем пақылды ашуланып тұрған. Сол мен басқа машинаға сигнал бастым дейді да. Саған сигнал басқан жоқпын вообще дейді. Артымнан қуып жетіп келіп тұр ғой. Ай, батыстың мінездері қоймайды ғой. Ақтөбенің жігіттері базар жоқ. Бәріміз де батыстықпыз, бірақ кішкене сабырлық таныту керек жолда. Каждый осындай жігіттермен каждыйын төлесіп жүре беретін болсаң, каждыйын не істейтін болсаң, мыналарды кім тасиды?
таксидегілерді. Солай мен де тоқтадым, енді қашып кетпеймін ғой. Тоқтап түсіндіріп айттым, аға сенікі дұрыс емес деп. Ол да өзінің правосын качать етіп маған айтады, гаи шақырайық, давай дейді. Мен айтамын, қой аға, гаи шақыратын уақытым жоқ, мен бірақ сіз ПД-ні оқыңыз дұрыстап дейді. Ол базар жоқ, андай главныйда келатыр базар жоқ. Бізде любой кольцевой главный. Бізде негізі любой кольцевой главный, короче, кольцевой кірдің бе, болды главный. Бірақ андай бар да, например, сіз оң қарай шығатын болсаңыз, мысалы оң қарай шығатын болсаңыз, в любом случае крайне правый полосамен шығу керексіз. Сіз ортаңдағы полосамен оң қарай шығуға болмайды. Егер де сізді біреу түйетін болса, сіз виноват боласыз. Ал кісілер білмейді оны. Осындай не скутер алып алып чисто курьермен айналысу керек сияқты. Кетіп бара жатыр скутер. Мынау оған 2 минуттай бар дейді, жол мынадай. Жол жайский. Уақытта оны сауласып тұратын уақыт жоқ, бар ғой натуре. Былай негізі болады, спорт етіп, өйтіп, не істеу болады. Бірақ каждый үрген итке тұра беретін болсаңыздар, ол қиын нәрсе негізі. Тем более қазақ-қазақпыз ғой, не керек? Жаға ұстасып, бір кішкене емес. Ол кісі өзінің кінәсін білмей түсінбейді, мен ештеңе дей алмаймын. Мен білмеймін енді оның қалай болатынын. Мүмкін менен де кінә бар шығар, уступительден шығып кеткен. Өйткені ол ішкі полосамен кірді да, короче, оң қарай кіріп кетті да, оң қарай кіремін дейді да. Негізі ішкі полосамен вообще болмайды. Менікі вообще дұрыс емес қой, короче, мен түйсеп, в любом случае менікі дұрыс емес. Мені келіп түйетін болса, менікі дұрыс емес, потому что мен уступительден шығып тұрмын. Бірақ енді жаңағыдай не істеп, егер де келіп жаңағыдай түйетін болса, мысалы, жаңағыдай егер де түйген жағдайда менікі дұрыс емес, в любом случае. Бірақ енді жаңағыдай иттік істеуге де болмайды жігіттер. Егер де сіз оң қарай шығатын болсаңыз, болды, крайне правило алып аласыз, болды. Сонымен дальше кете бересіз ғой. Сол іштегі екі полосаның ішкі жағында, сол жағында полосамен айналып жүре беріңіз. Целый день айналыңыз, разница жоқ. Просто жаңағыдай именно оң қарай шығады, кішкене оқығанымызды, тоқығанымызды көрсетейік дегенім ғой. Солай, жігіттер, сосын бір-біріне осылай кешірімді болыңдар. Не істейсіңдер оны, былай айтсам. Төбелесесің қазір, бір-бірінен істейсің, ол қандай адам екенін білмейсің. Бір жеріне зақым келтірсе етіңіз, үстіңе зәйлен жүрсе қиын болады да ол нәрсе. Тем более қазақпыз. Неше тапсырыс түсті. Бұл бізде ұстаз дегенге, ұстаз балабақша. Бұл шамамен 4,5 шақырым екен. Остановкада тұр екен, әне тұрған адам. Бірақ маған остановкада емес, басқа жерде тұрмын деді. Мен оған барсам енді обратно остановкада келесіз бе дейді. Сөйтіп құтын қашырады адамдар. Дұрыс бермей заказды. Бизнес тапсырысты аяқтадым, 650 теңгеге шықты. Осылай, қазір сағат ровно 4,5 болды. 4,5-ның ішінде қажа 4 тапсырыс орындағанмын. Төрт тапсырыс орындағанмын, қанша теңге табыс түскен. 3 тапсырыс, 3 тапсырыс орындадым ба не? Үш тапсырыс орындадым. 1715 теңге. Неге 4 тапсырыс орындадым деп ойлап жоқ? Солай, елде жүрген жігіттер, ақ жол баршаңызға. Жоқ, мына тапсырыс орындадым жоқ, бәсе 4 тапсырыс орындадым. Мына тапсырыс әлі түскен жоқ. Елде жүрген жігіттер, сіздерге ақ жол, баршаңызға жолдаңыз болсын. Кішігірім осындай 1 сағаттың ішінде 4 тапсырыс орындаппын, шамамен 15 минуттан кетіп тұрмын сонда. Кішкене тілім болып кеткен, сөйлей алмай тұр. Неге болған ол білмеймін өзімде. Дала 26 градус осындай. Кішігірім жүріп қайттық. Видеоның соңында қанша табыс түскенін шығаратын болам. 1 сағаттың ішінде Яндекстен
тапсырыстарды өздеріңіз көрдіңіздер. Шығу шықпауларыңыз енді өздеріңіз қарайсыздар. Жаңағыдай кісі. Бұл негізі жұмыс істеймін деген адамға күніне 15-20 мың анық түседі. Егер де көлігіңіз газ болса, қала ішінде жүретін болсаңыз 15-20 мың анық түседі. Солай баршаңызға аманшылықтар, рахмет баршаңызға. Келесі жүздескенше.